Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін қуырылған тұшпараның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен електен өткен ұнымыздың үстіне тұз, жұмыртқа, еріген сары майды және бөлме температурасындағы суды құйып, қамыр елейміз. Қамырымызды 10-15 минутқа демалдыруға қоямыз. Қамырымыздың июі қанғанша ішінегі салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен картопты пісіріп алдым. Осындай картоп езгішпен езіп, үстіне қуырылған пиязды, қалауларыңыз бойынша тұз, бұрыш қосып, салмасын дайындаймыз. Қамырымыз демалды. Енді осы қамырды 3 бөлікке бөліп, жайып аламыз. Дәл пельменнің қамырындай етіп жайып, роликпен кесеміз. Мен роликпен кестім, сіздерде ролик болмаса пышақпен кессеңіздер де болады. Енді осы кесілген қамырлардың арасына бір қасықтан салма салып, бүгіп шығамыз. Міне мен осылай бәрін біркелкі етіп бүгіп шықтым. Енді майымызды қыздырамыз. Майымыздың қатты қызып кетпеуін қадағалаймыз. Орташа отта осылай біркелкі етіп қуырып аламыз. Осы рецепт бойынша менде 2 килограмм тұшпара шықты. Видеом ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар.